Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен аджектив позитив тақырыбын өтеміз. Яғни бұл бізде тәуілдік сын есімдер деп аударылады. Тәуілдік сын есімдер қазақ тілінде біреудің меншігіндегі затты айтамыз. Мысалы, менің телефоным, сенің үйің, оның атасы деген сияқты. Яғни бір зат кімге тәуелді, сол нәрсені айтамыз. Тәуелдік сын есімдер деп аталады ол француз тілінде. Ендеше соған тоқталайық. Ертегінде менің сөзі моң болады. Егер ертегіндегі зат есімдерге қолданылатын болса, мысалы, моң фрère, фрère сөзі бізде аға деп аударылады. Менің ағам, то есть мой брат. Орысшаға аударғанда моң сөзі мой деп аударылады. Ал әйел тегіндегі заттарға, зат есімдерге ма деген тәуілдік сын есім қолданылады. Ол орысшаға мая деп аударылады. Мысалы, ма maison. Maison сөзі бізде la maison. Ол әйелдік, әйел тегінде тұр, яғни женский родта. Сондықтан да оған ма сөзі қолданылады. Енді көпше түрі. Көпше түрде екеуіне де ортақ ме сөзі қолданылады. То есть мои, mes amis, мои друзья, менің достарым. Менің достарым. Арғарай кеттік. Бұл бізде менің деген сөз. Келесі сенің дегенді айту үшін француз тілінде егерде зат есім ертегінде болса, онда ton сөзін қолданамыз. Ton frère, сенің ағаң. Ал егер әйел тегіндегі зат есім болса, оған сенің деген сөзді айту үшін та сөзін қолданамыз. Ta maison, сенің үйің. Енді сендердің достарың tes amis. Арғарай. Оның ағасы, то есть его брат, son frère. Оның үйі, sa maison. Арғарай. Ses amis, олардың достары деп аударылады. Бұл жердегі бір ескертіп кететін жайт, біздің қолданып жатқан мысалы моң немесе ма, тоң, та, соң, са деген сөздер, бұл бізде зат есімнің тегіне қарай қойылады. Зат есім бізде қай текте тұр, то есть қай родта тұр, сол бойынша тәуілдік сын есімдерді қоямыз. Мысалы, гүл сөзін алайық, la fleur француз тілінде, ол бізде қай текте тұр, әйел тегінде, la fleur. Демек, менің гүлім деп айту үшін біз ма сөзін қолданамыз. Ma fleur, менің гүлім. Немесе телефон, le portable. Ол бізде ер тегінде тұр. Енді менің телефоным деп айту үшін біз mon сөзін қолданамыз. Mon portable. Себебі portable сөзі бізде ер тегінде, мужской родта тұр. Арғарай. Біздің нотқы бұл жерде ортақ болады. В общем, ертегіне де, ертегіне де нотқы біздің. Одан кейін ну, көпше түрдегі егер зат есім болса, онда ну сөзін қолданамыз. Наши деп аударылады орысшаға. Нотқы наш, ну, наши. Мысалы, нотқы frère, біздің ағамыз. Нотқы maison, біздің үй. Nous amis, біздің достарымыз. Бұл жерде ами сөзі достарымыз, яғни көпше түрде тұр, сондықтан да ну сөзін қолдандық. Арғарай. Votre, сендердің немесе сіздердің. Во, ол тоже сіздердің, сендердің, яғни зат есім көпше түрде болған кезде. Мысалы, votre frère, сіздің ағаңыз. Votre maison, сіздің үйіңіз. Vos amis, сендердің достарың, немесе сіздердің достарыңыз. Leur, олардың. Leur, тоже олардың деп аударылады. Соңында с жалғау жалғанады, егерде зат есім бізде көпше түрде болса. Мысалы, leur maison,
leur frère, leurs amis. Егер әйел тегіндегі зат есім дауысты дыбысқа немесе аш әрпіне басталса, онда ер тегіндегі тәуілдік сын есім қолданылады. Мысалы, mon ami. Бұл жердегі ами сөзі құрбым деп аударылады. Құрбы. Подруга орысша. Енді ол бізде негізінен женский родта, дұрыс па? Әйел тегінде тұру керек. Бірақ та бұл жерде біздің зат есіміміз дауысты дыбысқа басталғаннан кейін біз ер тегіндегі тәуілдік сын есімді қолданамыз. Моңды сол үшін қолданамыз. Mon ami. Ма ами деп айтсақ тоже біртүрлі, сондықтан mon ami болады. Ton idée. Idée сөзі тоже женский родта, бірақ оған мужской родтағы тәуілдік сын есімді қолданамыз. Ton idée. Son habitude. Habitude сөзі женский родта, бірақ ол тағы да айтайын, әйел тегінде болғандықтан, аш әрпіне басталып тұрғандықтан, біз ер тегіндегі тәуілдік сын есімді қолданамыз. Son habitude. Бұл бізде бүгінгі өткен ережеміздің бір саммари ретінде қараңыздар. Je деген мен деген, менің деп айту үшін mon, ер тегіндегі зат есімдерге ма, әйел тегіндегі зат есімдерге және me көпше түріндегі tu, ton, ta, te, il, elle, яғни ол деген. Оныкі деп айту үшін son немесе sa, se. Ну, біз. Біздің деп айту үшін notre немесе nous. Vous сөзіне votre немесе vos. Il, elle, олар сөзіне қолданылатын leur немесе leur көпше түріндегі. Так, астында сіздерге айтқан исключениялар жазылып тұр. Мысалы, je peins mon tableau. Мен өз картинамды салып отырмын. Son montre ne fonctionne pas. Оның сағаты жасамайды, немесе оның сағаты жүрмейді деген сөз. Бұл жерде son montre, son қолданып тұр. Ta sœur est dentiste. Сенің әпкең тіс дәрігері. Notre école est fermée. Біздің мектеп жабық. Мінекей достар, бүгін біз сіздермен француз тіліндегі тәуілдік сын есімдерді өттік. Егер де сұрақтарыңыз қалған болса, комментарийге жазыңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды ма? Қандай жаңа ақпараттар алдыңыздар? Сол туралы да ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де осы каналдан пайдалы ақпарат алып жатқан болсаңыздар, француз тіліне қызығатын достарыңызға да жіберіп қоюды ұмытпаңыздар бұл видеоны. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.